Мен Қалмекеева Бақытгүл Жетпісбаевна, Сәтбаев қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп лицейінің математика пәні мұғалімімін. Мен сіздерге жоғары дәрежелі теңдеулерді шешудегі Горнер схемасын немесе безу теоремаларын пайдалану арқылы есептерді қалай шығаруға болады, соны сіздерге көрсетпекшімін. Бірінші, біз безу теоремасы бойынша білеміз, безу теоремасын және Горнер схемасын білеміз. Оның формулаларын жақсы білеміз. Бізде оқулықта бар, содан да алып алуға болады формулаларды. Енді сол формулаларды қолдану арқылы немесе безу теоремасын арқылы мына есепті қалай шешуге болады. Жоғары дәрежелі теңдеулер. Яғни бізде мына жерде мен x3 дәрежелі теңдеу дегенді алдық. Көпмүшелер, жоғары дәрежелі көпмүшелер. X көп плюс 5x квадрат плюс 15x плюс 27. Енді осыны безу теоремасын қолдану арқылы шешкен кезде біз білесіздер, f от x функциясын x минус с-ға біз бөлеміз, x минус с-ға бөлеміз. Ендеше осы арқылы шығаратын болсақ, ең алдымен біз мына берілген көп мүшелерді екеуден топтап алайық. Яғни x көппен плюс 27-ні және 5x квадратпен плюс 15x-ті бір топтап аламыз. Енді ол жерден әртүрлі түрлендірулер жасаймыз өзіміз білетін төменгі сыныптардағы. Яғни мына жерде мына кубтардың формуласы бойынша 27-3-тің кубы болады да, сол кубтардың формуласына жіктеледі. Мына жерден біз 5x жақшаның сыртына шығарып жүреміз. Содан кейін барып, екеуінде де енді x плюс 3 жақшаның сыртына шығады да, екінші жақшада бізде не қалады? X квадрат минус 3x плюс 9 плюс 5x деген бізде қалды. Енді осыны ары қарай ықшамдап түрлендіретін болсақ, бізде шығады бірінші жақша x плюс 3 қалады, екінші жақшада x квадрат минус 3x пен плюс 5x түрлендіргенде плюс 2x плюс 9 деген екінші жақшада қалады. Енді бұл кездерде қарасаңыздар, бұл теңдеу шешкен кезде не істейміз? Яғни x плюс 3-ті шешкен кезде бізде x-тің түбірі не болды? X тең минус 3 болады. Яғни бұл безу теоремасы бойынша бірінші тәсілмен біз орындадық. Бұны кез келген жоғары дәрежелі, 5-ші дәрежелі, 6-шы дәрежелі теңдеулерді қолдануымызға болады. Енді келесі осы мысалды біз екінші тәсіл арқылы, яғни Горнер схемасы арқылы біз қалай шығаруымызға болады. Горнер схемасын білесіздер өздеріңіз, яғни бастапқыда бұл нөліміз А0-ге тең. Мына жерде мен біреуін ғана айта кетейін, ол оқулықта бар формулаларыңыз. В1 тең с В0 плюс А1. Келесі В2 тең с В1 плюс А2 деп солай кете береді. Сол формулаларды қолдану арқылы біз шығаратын болсақ, бізде ең алдымен А0-мізді тауып аламыз, яғни В0 неге тең болады. Ол кезде біз берілген теңдеуімізде, мінекей, мына берілген теңдеуімізде бос мүшеміз 27. Ендеше оның ол 3-ке бөлінеді, бізде ең кіші бөлінетін сан 3. Сондықтан біз минус 3-ті аламыз, В0-ге. Яғни ол минус 3-ке тең. Енді біз осы теңдеуден коэффициенттерін қарап жазып алайық Горнер схемасы бойынша. Бірінші x кубтың алдындағы коэффициент 1-ге тең, 5x-ның алдындағы коэффициент 5, үшінші коэффициент 15, одан кейін 27 бос мүше. Біз бұны жазып алдық. Енді мына жердегі мәндерін табу үшін біз не істейміз? Жаңағы мына жердегі Горнер схемасы бойынша мына формулаларға қою арқылы есептеп табамыз. Яғни В1-іміз сол кезде есептесек 1-ге тең болады. Есептеп орнына қоятын болсақ, әр қарай В1-дің орнына қойып, мәндерін А1-дің А2-ның орнына қойып мәндерін тапқан кезде бізде В2-міз әр қарай 2-ге тең, одан кейін 9-ға тең, соңғы 0-ге тең болды. Енді осы Горнер схемасындағы кестені құрып алдық. Енді сол бойынша көбейткішке жіктеуге болады. Қалай? Берілген көп мүшелеріміз, енді біз білеміз, x плюс 3 деп, мына жерде біз В0-ді анықтап алдық, ол минус 3-ке тең, сондықтан x плюс 3 деп. Енді келесі, мына жерде шықты коэффициенттер бізде не болды? X квадраттың коэффициенті 1-ге тең, сондықтан x квадрат. Екінші коэффициент бізде 2-ге тең, сондықтан плюс 2x деп жазамыз. Бізде одан кейін не болды? Бос мүшеміз біздің 9-ға тең, өйткені соңғыда бізде 0-ге тең болып тұр, сондықтан плюс 9 деп тең 0 деп жазуымызға болады. Осыдан енді x табатын болсақ, x тең
минус 3-ке. Сонымен біз берілген жоғары дәрежелі теңдеуді шешудің екі тәсілін қарастырдық, яғни Безу теоремасы бойынша және Горнер схемасы бойынша қалай табуға болады. Енді келесі мысалды келтіретін болсам, осы жоғары дәрежелі теңдеуді шешуге мына жерде оқулықта 34-та 7-ші есеп бар, сол есепке тоқталып кетейін. Бұл 4-ші дәрежелі теңдеуді шешу. Енді осы 4-ші дәрежелі теңдеуді шешу үшін біз анықталмаған коэффициенттер әдісі бойынша бірінші бос мүшенің біз бөлгіштерін тауып аламыз. Бос мүшенің бөлгіштері бізде плюс минус 1 және плюс минус 2 деп алуға болады. Енді осының нөлге айналдыратын мәндерін табу үшін біз енді плюс минус 1-ді орнына қойып көрейін, тексеріп алайын. Яғни мына жердегі x-тардың орнына минус 1-ді қоямыз. 4 дәрежесі, 3 дәрежесі, 2 дәрежесі бәрін орнына қойған кезде ол нөлге тең болады екен. Ендеше мен x плюс 1-ге бөлемін. Енді Горнер схемасын пайдаланып, осы x плюс 1-ге бөлуім керек. Жаңа Горнер схемасының алдындағы мысалдарды айтып өткендей, мынау 4-ші дәрежелі теңдеуде де топтау әдіс тәсілдерін пайдаланып, топтауды пайдаланып шығаратын болсақ, x плюс 1 мен x плюс 1 қысқаратта, мынау алымындағы сонда x куб минус 2x квадрат плюс x минус 2 қалады. Енді бұны әр қарай біз түрлендіретін болсақ, x квадратты жақшаның сыртына шығарып жүрсек, не қалады? X минус 2 қалады екен. Әр қарай келесі x минус 2-ні екінші жақшаға топтаймыз. Екеуінде де x минус 2 бар. Біз бұрыннан білетін осы x минус 2-ні жақшасымен жақшаның сыртына шығарып жүремін де, екінші жақшада x квадрат плюс 1 қалды. Сонда мынандай көбейткішке жіктелді. Енді келесі жаңа бөлгіштерінің бірі плюс минус 2 деген болатынбыз. Енді біз плюс 2-ні қойып көрейік орнына. Сонда 2-ның кубы минус 2 көбейту 2-ның квадраты плюс 2 минус 2 деп орнына қойдық. Сол кезде мәнін табатын болсақ, бұл мынау 8 болады, мынау да 8, 0-ге айналып кетеді, мына екеуі 0-ге айналып кетеді. Ендеше біз қайсыған x минус 2-ге бөлуімізге болады. Енді біз берілген жаңа қалған теңдеуіміздің түрі қандай түрге келді? X куб минус 2x квадрат плюс x минус 2, осыны біз x минус 2-ге бөлеміз. Бөлген кезде жаңағыдай топтастыру арқылы түрлендіріп, жақшаның сыртына шығарып, сонда x минус 2 мен x минус 2 қысқаратта x квадрат плюс 1 қалды. Енді ары қарай есебіміздің басында не нәрсе? 4-ші дәрежелі бізде теңдеу тұғын. x4 минус x куб минус x квадрат минус x плюс минус 2 тең қандай көбейткіштерге жіктейді? Бізде x плюс 1-ге бөлдік. Ендеше бізде x плюс 1-дің көбейтіндісі және x минус 2-ның көбейтіндісі. Одан кейін бізде не болды? X квадрат плюс 1-ге көбейткіштерге жіктелді. Енді осыдан соңында біз түбірін таба салатын болсақ, мына жерден x плюс 1-ден түбірі минус 1-ге тең, x минус 2-ден түбірі 2-ге тең. Мына жерде екеуінде де плюс минус 1 осы түбірі шығады екен. Ендеше біз қандай әдісті пайдаландық мына жерде? Горнер әдісін пайдалану арқылы да мына есепті шығаруға болады екен. Назарларыңызға рахмет.